Құрметті әріптестер, мен сіздерге бір сабақтың жасалу жолын көрсеткелі отырмын. Сіздер бірінші кезекте Classroom Screen сайтына тіркелесіздер. Мен тіркеліп қойғанмын. Google аккаунт арқылы тіркелуге болады. Сол кезде сіздерге осындай терезе ашылады. Create New Screen дегенді басасыздар. Және бір бетті ашасыздар. Міне сіздерде түрлі сурет ашылуы мүмкін. Біз background дегенді ашамыз. Сабақ жасайтын болғаннан кейін бір түсті, мынандай әртүрлі емес, однотонный болғаны дұрыс, бір түсті болғаны дұрыс. Түсті таңдайын. Бұл жерде Classroom Screen сайтының ерекшелігі тест жасауға болады оқушыларға. Оқушылардан кері байланыс алуға болады және я жоқ деген сұрақты алуға болады. Және оқушылардың аты жөнін жазу арқылы топ басшысын сайлауға, болмаса тақтаға шығатын жауап беретін оқушының атын таңдауға, яғни түрлі мақсатта жұмыс жасауға болады. Кез келген сайттың QR кодын қойсаңыздар болады. Сыныптағы оқушылардың тыныштығын реттеп отыру үшін осы бөлімді пайдалансаңыздар болады. Сурет қоя аласыздар. Текст жаза аласыздар. Сурет сала аласыздар. Және тыныштықты сақтаймыз деген сияқты белгі қойсаңыздар болады. Жұптық жұмыс деп қойсаңыздар болады. Топтық жұмыс деп қойсаңыздар болады осы белгіні оқушыларға. Одан кейін бағдаршамды да оқушылар жұмысты бастаймыз, дайындаламыз деген сияқты. Болмаса сабаққа кері байланыс ретінде қолдансаңыздар болады. Келесі кезекте секундомер. Оқушыларға 5 минутта орындайсыңдар, 10 минутта орындайсыңдар деп кемітіп, болмаса көбейтіп, уақытты белгілеп қойсаңыздар болады. Оқушылар осы уақытқа қарай отырып тапсырманы орындайды. Және де бізге қажеттісі, міне осы жерге түрлі сайттарды қойсаңыздар, бұл программа барлық сайттарды оқи береді. Және YouTube-тан кез келген видеоны қойсаңыздар, ол видеоларыңызда оқиды. Яғни бір сайтта дайын бірнеше программалар бар. Тиімді қолдансаңыздар болғаны. Енді бізде бірінші бет болып тұр. Бұл бірінші бетке біз сабақтың тақырыбын алып келейік. Ол үшін мен оқушыларда жаңа суретімді дайындап қойдым. Міне суретімді осы айнан үлкейтіп аламын. Сабақтың тақырыбын. Міне, енді төменгі жағын қарап тұрсаңыздар, бұл тақтаның беті. Тағы бір плюс деп тағы бір бет ашамыз. Және екінші бетті ашқаннан кейін, екінші беттінде фонын өзгертіп аламыз. Енді екінші бетімізге біз сабақтың тақырыбын, мақсатын қоямыз. Ол үшін қайтадан image дегенді басамыз. Міне екінші бетке сабақтың тақырыбын, мақсатын қойдық. Келесі үшінші бетке қайтадан фонды ауыстырамыз. Және оқушыларды топқа біріктіріп аламыз. Ол үшін осы программаның топқа Group Maker деген бөлімі бар. Осы жерден Open деп ашамыз. Оқушылардың аты жөндерін копировать еттім да, осы жерге вставить етемін. Continue дегенді басамын. Оқушыларды біз 3 топқа бөлеміз. Міне.
үш топқа міне автоматты түрде бөліп берді. Енді мына жерден фон таңдасаңыздар болады. Міне осылайна. Үш топқа біріктірдік. Және мұнда топ атауларын қойсақ болады. Және түстерін осылай өзгертсек те болады. Енді мына жерде текст дегенді ашып, топқа біріктіру деп жазып қояйық. Выделить етіп аламыз да, жирныйды басамыз, түсін өзгертсек болады. Міне топқа біріктіру, осылай кішірейтіп аламыз да, түсінікті болу үшін жоғары жағына осылай топқа біріктіру деп қоямыз. Міне бізде екінші бетте оқушыларды осылай топқа біріктіріп аламыз. Келесі үшінші топ, төртінші бетке тағы да бір түсті фон таңдаймыз. Оқушыларды топқа біріктіріп алдық. Енді үй тапсырмасын сұраймыз. Ол үшін Spinner деген программаны дайындап қойғанбыз. Делиться деп ссылкасын копировать етіп аламыз. Сонымен осы жерде міне ссылка қоятын арнайы бөлімі бар. Сол жерге сілтемені қоямыз да, run код дегенді басамыз. Сол кезде біздің сайтымыз шығады. Сайтымыз жүктеліп жатыр. Енді осы жерге тағы да текст қосып, түсінікті болу үшін тапсырмасын сұрау. Сұрау деп қойсақ болады. Выделить етіп, жирныйды басып, түсін өзгертеміз. Үлкейтілетіңіз келсе, осы жерден үлкейтіп кішірейтесіздер. Текст сақталмай қалды деймін. Түсін өзгертеміз. Мына жерден шрифті өзгертіп, мына жерден размерін өзгертсеңіздер болады. Енді алып, мына кішкене жоғары қарай. Мына жерде де жаңа жазғанымыз сақталып тұр екен. Үй тапсырмасын сұрау десеңіздер, бұл сайт не үшін қолданылғаны белгілі болады. Егер мына жерде сайтыңыз ашпай тұрса, My Health дегенді ашасыздар. Осы жерде Гүлдария дегенді бассаңыздар, жаңа біздің сайт бірден ашылады. Загрузка болмағаннан кейін ашылмай тұр. Және Spinner дегенді бассаңыздар, мынаны скрит етіп қоясыздар. Міне оқушылардың аты жөнін және біздің сұрақтарымыз. Міне оқушы жауап бергеннен кейін оқушының аты мен сұрақты өшіріп жапсаңыздар болады. Бұл бізде үй тапсырмасын сұрау. Келесі бетке көшеміз, 5-ші бетке. Үй тапсырмасын сұрағаннан кейін міне қайтадан артқы фонымызды ауыстырып аламыз. Артқы фонды тақтаның бетіндей фонды қояйық. Және жаңа сабақты түсіндіру үшін бізге видеомыз қажет. Видеоны дайындап қойғанбыз. Поделиться деймізді. Сілтемесін алып аламыз. Және мына жерде YouTube дегенді басамыз да, осында сілтемемізді қоямыз. Және Play видео дегенді басамыз. Міне біздің видеомыз дайын. Келесі бет тағы да плюс белгісін басамыз. Келесі беттен де біз сабағымызда видеосыны көріп алғаннан кейін тағы да картинка дайындап қойғанбыз. Топтық жұмыс. Міне Open Setting дегенді ашасыздар. Одан кейін
upload your files дегенді ашасыздар. Яғни біз дайындап қойған файлдарымызды ашамыз. Мен А деңгейі деп дайындап қойған болатынмын. А деңгейінің сұрақтары. Тағы да В деңгейін және С деңгейінің сұрақтарын осында алып келіп қоюымыз керек. В деңгейі, келесі С деңгейі. Яғни топтық жұмыс, деңгейлік тапсырмалар. Көрінетін болу үшін кішкене үлкейтіп қойсаңыздар болады. Оқушыларға көріну үшін шығарып берсеңіздер де болады. Мына жерде кішкене кішірек болып тұр. Дескрипторлармен, бағалаулармен дайын тұр. Енді бізде топтық жұмыс екені белгілі болу үшін осы белгіні қойып қойсаңыздар болады. Топтық жұмыс деп. Және топтық жұмысқа қанша уақыт бересіз? 5 минут беретін болсаңыз, осылайынан уақытты қосып қойсаңыздар болады. Сонда оқушылар міне уақытты қарап отыру арқылы тапсырманы орындайтын болады. Өздеріңізге ыңғайлы жерге қойып қоясыздар. Келесі бетке жұптық жұмысымызды қоюымыз керек. Тағы да фонымызды өзгертіп алайық. Қайтадан суретке барамыз. Презентациялар жасап, презентацияны суретке айналдырып дайындап қойған болатынмын. Міне бізде жұптық жұмыс келесі кезекте. X-ті басамыз да, жұптық жұмыстымызды үлкейтіп аламыз. Келесі бетті ашамыз. Фонымызды өзгертеміз. Енді бізде жеке жұмыс. Қайтадан суретті ашамыз. Жеке жұмыс. Бұл жерге енді презентацияны қоймайсыздар, тексттен жазсаңыздар да болады. Маған осы презентацияға жасап, оны JPEG-ке айналдырған оңайырақ болды. Кішкене түсінікті болады. Жеке жұмысты қойдым. Енді мына жерде бізде тағы да не пайдалануға болады? Бағдаршамды пайдалануға болады. Оқушылар дайындаламыз деп бастаймыз, аяқтаймыз деген сияқты түрлі мақсатта қолдансаңыздар болады. Қойып қоя салайын. Яғни функцияларын көрсетіп жатырмын сіздерге. QR кодқа кез келген сілтеме қойып QR код қойсаңыздар да болады. Келесі бетке, 9-шы бетке біз фонын өзгертіп алайық. Сабақты қорытындылау үшін біз миллион кімге бұйырады деген Learning Apps-тегі тестті дайындап қойған болатынбыз. Мені копировать деп мына жерден сілтемесін көшіріп аламыз. Және сілтеме қоятын бөлімді ашамыз. Сілтемемізді қоямыз. Run код. Бізде қазір миллион кімге бұйырады деген ойынымыз шықты. Бұлай үлкейтіп ашып қоямыз. Және осы кезде біз міне random name дегенді пайдалансақ болады. Кімді тақтаға шығарамыз? Open setting дегенді ашамыз да. Оқушыларымыздың аты жөнін жазамыз, қоямыз. Continue деген батырманы басамыз. Мына жерден фон таңдасаңыздар болады. Деген сияқты. Осылайынан фон таңдай бересіздер. Енді мені қарасаңыздар, мені қымбат тақтаға шығады деген сияқты. Яғни мен сіздерге бұл программаның артықшылығын, барлық функциясын қалай пайдалану керегін көрсетіп жатырмын.
бұны қолдансаңыздар да болады, қолданбасаңыздар да болады. Осы программа арқылы сабағымыз қорытындылап аламыз. Келесі кезекте кері байланыс. Фонымызды өзгертіп алайық, тақтаның фонын қояйық. Енді кері байланыс жасау үшін бізде тағы да мынау өте керемет бір бөлімі бар, дайын. Міне осы жерге сұрақ қоямыз. Сабақ түсінікті болды ма деген сияқты. Өздеріңіз кез келген сұрақтарыңызды қоясыздар. Және оқушылар келіп интерактивті тақтадан осы өздерінің смайликтерін қояды. Сол кезде бізде мына жерде диаграмма шығады. Тест түрінде болмаса иә жоқ деген түрін кері байланыстың болмаса осы смайликтерді де алсаңыздар болады. Міне сіздер осылай оқушылардан кері байланыс аласыздар. Смайликтердің үстін басқан кезде әр оқушы шығып, мына жерде диаграмма пайда болады. Міне бізде 10 беттен тұратын сабақтың бастан аяқ осы бір программаны пайдалану арқылы біз сабағымыздың интерактивті жоспарын жасап келу арқылы міне 2-ші бет, 3-ші бет деп сабағыңызды осылайынан тиімді өткізе берсеңіз болады. Және сабақты қолданып жатқан кезде мына астына функцияның кез келгенін қолдана берсеңіздер болады. Кейбір тақталарда осы функцияның бәрін бір бетке ғана жасайды. Олайынан шатасып кетпеу үшін, анық болу үшін бірнеше бетті қолдансаңыздар, сол тиімдірек болады. Тағы да рахмет, сау болыңыздар.